Жағабұлақ менің ауылым, неткен тамаша, өте сұлу, әдемі. Ақтөбе облысы Жағабұлақ ауылы. Қар жамылған ауыл, мұржалардан түтін шығып тұр. Ауада таңғы көгілдір жарық, жұмсақ тұман. Ауылдың бетке ұстар азамат атты ертегімізді бастаймыз. Ерте емес, қазіргі заманда Ақтөбе өңіріндегі Жағабұлақ ауылында азамат деген жігіт өмір сүреді. Ол қарапайым адам болса да, жүрегі кең, ниеті таза жан. Ауылда оның мұғалжар зауытынан шыққан мызы, тұқымды айбарлы жылқылары бар. Аттарының түсі ерекше қара жалды, құла, сәл сарғыш реңкі бар. Қыстың аппақ қарында көз тартатын. Қыс түсе болды, ауылды ақ көрпе жапқанда азамат үшін нағыз берекелі кезең басталады. Таң сәріден тұрып, бетін суық қарып тұрса да, жылы жымиып қораға кіретін. Аттарының жалын сипап: Қалайсыңдар, сәйгүліктерім? дейді. Сосын шанасын дайындап, аттарын жегіп, ауыл ішіне жол тартады. Күн жаңа ғана арайлап атқанда, азамат өз балаларын және ауылдың басқа да бүлдіршіндерін балабақша мен мектепке уақытында жеткізеді. Балалар шананың ішінде күліп ойнап, ал аттардың тұяғы қарды сықырлата басқанда, бүкіл ауылға ерекше бір жылылық тарайды. Азамат тек өз отбасы үшін емес, бүкіл ауыл үшін қызмет ететін жан. Жұмысқа асыққан жеңгелерін ат шанаға мінгізіп апарып, кешке қайталып келеді. Ешқашан ақы сұрамайды. Қайныным Азамат болмаса тоңатын едік. Иә, рахмет, Азамат. Рахмет. Рахмет, айналайын, деген алғысты сөздер оған жетіп артылатын. Сабақ біткен соң балаларды үйлеріне аман есен жеткізіп, балабақшадағы кішкентайларды да уақытында алып кететін. Қыстың қақаған аязында да бір күн қалдырмайтын. Ауыл болған соң малда, құс та бар. Азамат кешке қарай қорасын тазалап, малдарына 3 мезгіл жем шөбін беріп, суын жаңартып, ауласын тап-таза ұстайтын. Үйінде мотоциклде, УАЗда, егер 51 арнайы ауыр техника көлігі де тұрса да, ол қыста ат шанамен жүргенді ерекше жақсы көретін. Өйткені ат үстінде ол өзін еркін сезінетін. Қар үстіндегі шана ізі оның маңдай терінің ізі сияқты еді. Азамат әке-шешесімен бірге бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүреді. Жары ақылды, сабырлы жан, тәрбиелі ұлдары мен қыздары бар. Кешкісін бәрі бір дастархан басына жиналып, күннің қалай өткенін айтып, күліп ойнап отырады. Ауыл адамдары: Азамат барда, Жағабұлақтың қысы жылы, дейтін. Өйткені оның шанасының сықыры мейірімнің үні, аттарының дүбірі жақсылықтың жаршысы еді. Сөйтіп қазіргі заманда да ертегідей өмір сүруге болатынын Азамат өз ісімен дәлелдеп жүрді. Ал Жағабұлақта қыс түскен сайын қар үстінде шананың ізі көрінсе, ауыл халқы іштей жымиып: міне, біздің Азамат келе жатыр, дейді. Адамдар қуанып, осымен біздің ертегі өз мәресіне жетті. Шындықты көргің келсе, Жағабұлаққа кел, бәрін өз көзіңмен көресің. Сау болыңыздар.